Сәлеметсіз бе балалар? Бүгін біз сіздермен бөлімдері бірдей жай бөлшектер бар өрнектердің мәндерін салыстыруды қайталаймыз. Бұл пысықтау сабағы. Бірінші тапсырмада берілген бөлшектерді өзу ретімен жазсақ, біздің галактика қалай аталатынын білетін боласыздар. Біз бірінші ережені есімізге түсіріп алайық. Бөлімдері бірдей бөлшектердің егер алымы қайсысы үлкен болса, сол бөлшек сан артық болушы еді. Демек, мына жерден біз қазір өсу ретімен деп тұрған екен, ең кішкентайын табамыз. Ең кішкентай бөлшек бұл неше? 20-дан 1. Дұрыс айтасыздар. Және оның әрібін астына жазып қоямын. Екінші бөлшек 20-дан 3. Сол сияқты қалғанын сіздер орындай аласыздар. Номер 2 тапсырмада теңсіздіктер берілген және қарайсыздар, тура қате екенін ажыратып аласыздар. Біріншісін істейік. 8-ден 1 кем 8-ден 2 дейді. Дұрыс па? Дұрыс болса, белгісін қоясыздар. Ал енді қарап шығайық. 20-дан 12 артық 20-дан 13-тен. Бұл жерде қате белгісін қоясыздар. Номер 3-де бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде біз тек қана алымын қосып, бөлімін сол күйінде жазып қоюшы едік. Демек, мен бөліміне 25-ті жазамын, ал алымында 13-ке 5-ті қосамын 15, 15-ке 3-ті қосамын 18. Демек, мәнін жазамын. 25-тен 18 мәні. Осылайша қалған тапсырмаларды орындай аласыздар. Номер 6 тапсырмада есепке шығару үшін оның шартын дұрыс рәсімдеп алуымыз керек. Ғарыш айлақта алаңқайларды көгалдандыру үшін 72 килограмм тұқым себілді. Оны мұнда жазып алайық. Бір алаңқайдың ауданы 220 метр квадрат. Бірінші алаңқай, ал екіншісі 380 метр квадрат. Жазып алдық. Егер әрбір квадрат метрге себілген тұқымның мөлшері бірдей болса, метр квадратта бірдей. Бірақ олардың аудандары әртүрлі ғой. Сонда әр алаңқайға неше грамм тұқым қолданылды? Мән беріңіздер, жауап бізде граммен шығу керек. Ал барлығы 72 килограмм, екеуіне 72 килограмм тұқым себілген. Шешу жолдарын қалай орындаймыз? Ең бірінші амал, біз бірінші алаң мен екінші алаңды қосамыз. Онда бізде мәні метр квадратпен шығады. Екінші, біз барлық тұқымды граммға айналдырып аламыз. Бізде ол 72 килограмм. Біз оны граммға айналдырып, не жерге жазамыз? Соң бөлеміз жалпы алаңға. Яғни міне жердегі санға біз оны бөлеміз. Және біз нені аламыз? Біз 1 метр квадратқа неше грамм тұқым себілгенін анықтаймыз. Үшінші тапсырма. Бірінші алаңды, яғни міне 220 метр квадратты көбейтеміз бір алаңдағы тұқым мөлшеріне. Төртінші, екінші алаңды көбейтеміз бір алаңдағы тұқым мөлшеріне. Сондағы соңғы жауап, сіздерде 2 жауап бересіздер. Бірінші алаңдағы тұқымның грамын, және екінші алаңдағы тұқымның грамын жаза аласыздар. Номер 6-ның астында қарап өтейік. Жер телімінің ұзындығы 1251 метр. Ұзындықты біз А-мен белгілеуші едік, естеріңізде болса. Ал ені оның ұзындығының 3-тен 1-не тең. Яғни оны біз Б әрпімен белгілейтін едік. Ол белгісіз 3-тен 1. 3-тен 1-ді біз қалай табамыз? Яғни А ұзындығынан деп тұр ғой. Сондықтан 1251-ді міне А-ны бөлеміз 3-ке. Енді осы жер телімінің периметр мен ауданын тап дейді. Периметрдің формуласын есіме түсіремін. А қосу Б көбейту 2. Және орнына қойып таба аласыздар. Және ауданның формуласы А көбейту Б. Іске сәт, сау болыңыздар.